Assalamu алейкум достар, бұл New Sport арнасы достар, сіздерге үлкен рахмет. Бүгін сіздердің арқаларыңызда 500 оқырманға жетіп тұрмын. Алла бұйырса бұдан 100 есе, 200 есе көп оқырманға жетеміз деп ойлаймын. Ол үшін мені қолдап кетсеңіздер, қолдап кету үшін видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетсеңіздер болды. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Қазақстандық боксшы Сағындық Тоғанбай 2023 жылы Ташкентте Өзбекстанда өтіп жатқан бокстан әлем чемпионатында екінші жекпе-жегін өткізді. 86 килоге дейінгі салмақта 1/8 финалда Тоғанбай өзбекстандық Шохчахон Абдуллаевпен белдесіп, төрешілердің бірауыздан шешімімен жеңілсе, екінші раундта қазақстандықты нокдаунға түсірді. Осылайша Сағындық Тоғанбай әлем чемпионатының ширек финалына шыға алмай турнирдегі өнерін аяқтады. Сағындық Тоғанбайдың жастар арасында 3 дүркін Азия чемпионы, ересектер арасындағы Азия чемпионатының қола жүлдегері, сонымен қатар жастар арасындағы әлем чемпионатының финалисті екенін қосамыз. Қарсыласына келетін болсақ, Шохчахон Абдуллаев жастар арасындағы Азия чемпионы және жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері. Ал ендеше бүгінге бізде осындай жаңалықтар еді. Егер сіздерді осындай жаңалықтар қызықтырса немесе видео ұнаса, арнаға тіркеліп кетіп, видеоға лайк басып кетіңіздер.